Ассаляму алейкум қыздар. Алдын ала тігіп дайындап алған құрағымызбен оюымызды осылай біріктіріп аламыз. Біз 45-те 45 жасық шығаруымыз керек. Сол үшін енін 7 см етіп ленталар қиып дайындап аламыз. Ені 7 см. Сосын бір жағына тігіп аламыз. Түгін төмен қаратып, бір жағына тігіп аламыз. Екінші жағына тігу үшін бірінші тіккенімізбен өлшемін бірдей қылып, екінші полосканы қиып аламыз. Енді мына төмен қарап тұр түгі. Мынаның да түгі төмен қарап тұру керек. Екеуі бірге түстері құбылып жату үшін екеуінің де түгі төмен қарап тұру керек. Түсі жоғарыға қарап, түгі жоғарыға қарап, біреуі төмен қарап тұрса, түстері ойнап кетеді. Сол үшін екеуінің де түгін төмен қаратып тігеміз. Енді осыны осылай қойып, машинамызбен жүргізіп тігіп шығамыз. Мінекей қыздар, екі жағын тігіп алдық. Енді екі қапталын тігеміз. Ол үшін оған да 7 см дайындалған лентамыздан бірінші бір жағын тігіп аламыз. Тағы да түгін төмен қаратамыз. Мінекей бір жағын тігіп алдық. Енді екінші жағын тігу үшін осыған бірдей қылып өлшеп аламыз. Бірінші тіккенімізбен бірдей қылып өлшеп алып, екінші басына қойып, түгін төмен қаратып тігеміз. Бір-біріне қарама-қарсы болып кетуге болмайды. Біреу жоғары қарап, біреу төмен қарап. Екеуі де бір бағытта жату керек түктері. Енді осыны тігіп аламыз. Мінекей қыздар, дайын болды жиектері. Енді жиегіне кант тігеміз. Қыздар, мына матаның асты қара болғандықтан мен негізі астын қара жіппен тігетін едім, матаға подсет болсын деп. Бірақ сіздерге түсінікті болсын деп басқа жіппен тігіп жатырмын. Бір шетінен бастаймыз. Сәл шетіне қайырып, үстінен басып тігеміз. Мына тігістің үстінен басып тігеміз. Кантты тартпаймыз. Бұрышына келгенде сәл қайырып, жатқызып, қайырамыз. Тігістің үстінен тігеміз, канттың үстіндегі тігістен. Міне ең соңғы жеріне келдік. Қайырып, мына басталған жерімізбен бірдей қылып алмаймыз, артықтау қылып аламыз. Артықтау қылып алып, үстіне мінгізіп, мына басын ішіне қарай, теріс бетіне қарай жастығымыздың қайырып тігеміз. Мына жалбыраған жері мына жаққа шығып кетпеу үшін.
мінекей. Осылай тұру керек. Екеуінің біріккен жері мына ішіне қарай осылай тігеміз. Мына жақтан шығып кетпеу керек. Қыздар, жастығымызға астар тігу үшін және де мынандай қылып замок беті жабылып тұру үшін, замок тігу үшін астарын дайындап аламыз. Ол үшін бізге астарымыздың енін бірдей қылып аламыз да, ұзындығын 8 см артық қылып аламыз. 8 см артық қылып алып, 18 см бөлек қиып аламыз. Ұзын матамызды 18 см бір жағынан қиып аламыз, ортасына замок тігу үшін. Ал ені бірдей болады. Енді осы қиып алған жерімізге замок тігетін боламыз. Біз жастығымызға осындай замок тігеміз. Ол үшін бізге керегі мынандай лапка. Лапкамызды ауыстырамыз. Бірінші замоктың бір жағын тігіп алу үшін лапкамыздың бірінші ілгішіне кіргіземіз. Мінекей ілдік. Енді замогымызды ашып, бірінші бөліп алған матамызды жалпақ бөлігін алып, түгін төмен қаратып, тігіп шығамыз. Замок. Мінекей осыны біріншісін теріс қаратып орнатамыз. Лапканың шеті замоктың түсінің үстіне мініп тұру керек. Сәл артқа жүргізіп бекітеміз. Менің замогым қысқалау. Артқа жүргізіп бекітіп аламыз шетіне келіп. Енді мана 18 см қапталынан қиып алдық қой, ысырып. Соны да түгін төмен қаратамыз. Төмен қаратып жатқызып, замоктың бір жағын тігіп алдық. Енді екінші жағын тігу үшін, мына матаға тігу үшін лапкамызды екінші ілетініне кигіземіз. Замогымызды теріс қаратып тігеміз. Екеуін өлшеп аламыз. Бірдей қылып, екеуін бірдей қылып қойып, тігіп аламыз. Лапканың шеті замоктың түсінің үстіне мініп тұру керек. Қиып аламыз.
Мінекей қыздар, замогымыз тігілді. Енді осы замоктың үстін бетіп жауып тұру үшін мінекей 18 сантиметрға алған астарымызды осылай 3 сантиметр қайырып замоктың үстінен басып тігіп шығамыз. Астыңғы жібіміз оралып тұрған, челнокқа оралған матамыздың түсіне сай көк жіп болу керек. Лапкамызды өзіміздің кәдімгі лапкамызға ауыстырамыз. Мінекей 3 сантиметр қайырып тігіп шығамыз. Қайырдық. Енді замогымыздың бірінші бөлігін кері қайырып, жабылып тұратын беті, бірінші бөлігі, осыны былайынан тіке жату үшін үстінен тегіспен басып тігіп шығамыз. Матаның түсі көк болғандықтан үстіңгі жібіміз көк болу керек. Менің замогым қысқа болып қалды. Мінекей үстінен бастырып, кері қайтарып, үстінен бастырып тігіп шықтық. Замогымыз көрінбей тұрады. Мінекей, енді астын осылай қойып, теріс қаратып бетін қоямыз да, жастығымыздың бетін қойып, төрт жағын инемен қыстырып шығамыз. Инемен қыстырып, үстінен тігіп шығамыз. Мен өзім инемен қыстырмай тіге беремін. Сіздер қолдарыңыз жаттыққанша инемен қыстырып алыңыздар. Кантымызды ішіне қарай қайырылып кетпеу керек. Бірдей қылып қоямыз. Мына көк тігіс, ол канттың тігілген тігісі, осы тігістің үстінен басып тігеміз.
Мінекей осылай шетін зигзагтап аламыз. Оверлок болса оверлоктап аласыз. Оверлокпен әдемі болады. Мінекей қыздар, осымен жастығымыз дайын. Негізі мына сары бифлексте осылайынан бірге жатқан әдемі болады. Мен шатасып кетіппін енді. Немесе мына бифлекс былайынан жату керек еді. Қарама қарсы. Шатасып кетіппін. Ол сияқты бір параллельно жатқан әдемі болады. Қыздар, осымен осы. Құрметті достар, видеоға лайк басып, және біздің каналға жазылып, қоңырауды басып, те батырмасын таңдаймыз. Сонда сізге видео шыққан жөнінде YouTube-тан ескертпе келіп тұрады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.